Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жеңге қайнысымен туыс та, дос та бола білуі керек. Келін болып босаға аттаған әйел баласын алда келіндік міндет, жұбайылық парыз, аналық борыш күтіп тұратыны аян. Таңды таңға ұрып айтса да, таусылмайтын ер мен әйел, ата-ене мен келін арасындағы қилы қатынасты бір сәт ысыра тұрғым келеді. Келіннің бүгінде ұмытылуға айналып бара жатқан тағы бір міндеті бар. Ол жеңгелік қызмет. Жасы үлкендер үшін келін, кішілері үшін жеңге аталатын отбасы мүшесінің ауыл үй өмірінде, тәлім тәрбие ісінде алар орны ерекше. Ал қайныларының алдында жасауға тиісті қызметінің өзі бір төбе. Бұл қандай қызмет? Осы бір қызық пен қылыққа толы жеңге мен қайны қатынасы туралы өз ойымды айтуға оқталдым. Алғаш келін болып түскенімде үйде 7-ші сынып оқитын қайным бар еді. Оған ат қоюым керектігін тұспалдап айтқандарымен мен оны түсінбеген болып жүре бердім. Шын мәнінде ескіліктің қалдығы деп қарағаным, оған бас ауыртқым келмегені рас еді. Қойшы деп қолымды бір сілтедім. Оны қоя беріңізші. Қайным әзілдесе оған ұрсып тастайтынмын. Мен саған атаң не апаң емеспін. Оларға қалай еркелесең де өзің білесің. Бірақ маған дұрыстап сөйле деп тыйым тастағаным бар. Бірде есік алдында ата-енем, күйеуім, қайным жүр. Бәрі бір жұмыс істеп жатыр. Қасына барсам, қайным үлкен шұңқыр қазуда екен. Сосын, бұны не үшін қазып жатырсың деп сұрадым. Сонда ол, сізге бассейн жасайын деп жатырмын. Кейін ішіне су толтырып берем, шомыласыз деді. Шын ниетімен көмектеспек болып барған мен оның жауабына ренжіп қалдым. Бірақ ата-енемнің алдында ұрысуға, сөз қайтаруға батпадым. Сөйтіп, өзің шомыла бер дедім де кетіп қалдым. Үйге кіргесін өз-өзімнен өксік қысып жылап жібердім. Бір кезде енем үйге кірді. Дереу көз жасымды сүртіп үлгергеніммен білініп тұр ғой жылағаным. Не болды, тыныштық па деп сұрады. Ештеңе деп жауап беретінім түсінікті еді. Сосын, баланың сөзіне өкпелеп қалдың ба, не болды сонша? Қайны деген сондай болады, әзілдейді, ойнайды, ондайын көтеруге тиіссің. Сен де әзілмен жауап бер. Ештеңе етпейді, бәріміз де қайны болған. Менің қайныларым ұзын шашымды талға орап байлап кететін. Сонда да жыламай қайта өздеріне тұзақ құрып жүретінмін. Деп, кеңкілдеп күліп жіберді. Есіне бірдеңе түсіп кетті. Сөйтіп қайнысымен арасында болған бір оқиғаны айтып берді. Бірде шашын байлап кете беретіне ызасы келген соң, қайнысының үстіне бір шелек суды құйып жіберген екен. Сонда қайнысы да қайтсын ба? Жеңгесін желп еткізіп көтеріп алыпты да, илеп жатқан батпағының үстіне апарып тастай салыпты. Осыны айтып апам көзінен жас аққанша күліп алды. Сосын маған, жеңге мен қайнының арасында осындай әзілдер болып тұрады. Оған ренжіме. Тұра ғой, жұмыс жасап жатқандарға сусын апарып бер деді де, өзі сол жаққа қарай аяңдап кетті. Апамның осы сөздерінен кейін ойланып қалдым. Кейін қайным бір сөз айтса, менің де шақпа тілім дайын тұратын болды. Әзілдеген болып барлық тақырыпта сөз қозғай береміз. Өйстіп жүріп уақыт өте келе, сырластарға да айналып кеттік. Қайным мектептегі жағдайларын анасынан гөрі маған көбірек айтатын болды. Қалай киіну керектігіне менен сұрайды. Қыздар туралы сөз болғанда сыбырласып шүйіркелесіп кететінбіз. Бұрынғы алыстан сыйласқанымыздан гөрі осы қарым-қатынасымыздың жақсы екеніне көзім жете бастады. Содан соң осы мәселе төңірегінде ойланып, бұрынғы мен қазіргіні жиі саралайтын болдым. Ұққаным мынау болды. Жалпы жеңге мен қайын іні арасындағы қарым-қатынас әпке-інілік қатынасқа ұқсайды. Бұрынғылары жеңгелер қайын інілерін еркелетіп, төрем, мырза жігіт деген сияқты аттар қоятын болғанын үлкендер айтып отыратын. Қазағымның әр дәстүрінің астарында бір сыр жатады ғой. Ат тергеуде жайдан жай шығарылған салт емес екен. Жеңге тарапынан айтылған мұндай сөздер жас жеткіншекті желпіндіріп,
болашақта жақсы азамат болып қалыптасуына себебін тигізеді екен. Оған қоса жеңгеге қара торы қайнысына аппақ, бойы бәкене қайнысына ұзын қайным, жайбасарға жүйрігім деген сияқты ат тағу да жарасқан. Қайын інілерін өзінің туған бауырындай көріп, ақыл кеңесін аямай, арасына әзіл қалжыңын қыстыра жүріп, құрдастары арасында еңсесі биік, жүзі жарқын болуы үшін де осы жеңгелер қызмет еткен. Өз қайнысының топ ішінде ерекше көзге түскенін қалап, ел назарын аудартатындай етіп киіндіруді де өзіне міндет деп білген жеңгелеріміз де жетерлік. Ел жұртқа сүйкімді болуы үшін өлең жыр үйретіп, ақын, сері жігіт атануына да қолдарынан келгенше жәрдемдесетін. Бұдан жеңге ешқандай да пайда жоқ, тек қана шаршау, тек қана қызмет ету деп ойлап қалмаңыз. Осы арқылы ол қайын жұртына сыйлы болады. Бір емес бірнеше баласына бірдей ұнаған келінді қай ата, қай ене жек көрсін. Ара-тұра сыйлас қайнысы арқылы өткізе алмаған сөзі мен істей алмаған ісінің ебін тауып, орайын келтіруге де көмегін тигізеді. Үлкен апаларымыздың сөзін тыңдап отырсаңыз, қайнысымен арасындағы қызықтарын шежіре қылып айтып отырады. Әрине, мұның бәрінің дәуірі өткен. Бүгінде мұндай жеңгелерді табу қиын. Мүлдем жоқ деп құр шөппен ауыз сүртпейік, бірақ азы да рас. Қалжың сөзді көтере алмай, шырт етіп шынданып қаламыз. Шамасы қайын ініге қылар қызмет, қайын ініден күтер құрмет, күйбең тіршілік, отбасы қамы, қоғамдық қызмет соңында жүргенде есімізден шыққан болса керек. Өмірден әртүрлі жағдайларды естиміз, көреміз, солардың арасында араз, бақталас, көре алмаушылық, қызғанышқа, жанжалға жол берген жеңге мен қайны оқиғасы да көп, өкінішке орай. Өзімізге ғана тән ұлттық ерекшеліктеріміздің бірі қайны мен жеңге. Балдыз бен жезде арасындағы әзіл қалжың болса, біз қазір осы ерекшелігімізді уыстан шығарып алып жатырмыз-ау. Неге десеңіз, жеңгесінің әзілін түсінбейтін қайнылар, қайнысының қалжыңын көтере алмайтын жеңгелер де жеткілікті. Өзім де басында сондай болдым ғой. Осыдан келіп арадағы араздық, түсініспеушілік туындайды. Жалғыз болғана емес, жеңге мен қайын іні сырластығы да артта қалып бара жатқандай. Жеңге өз ісімен, қайны өз әлемімен әуре. Бір-бірінің ішкі сырын білгісі де келмейді, алдырғысы да келмейді. Ерте кезде еске алатын болсақ, жеңгелер қайнысына қай қыз ұнайтынын, кімге көз салғанын, кімге сөз салғанын біліп жүрген. Ол аз десеңіз, осы іске өзі дәнекер де болған. Таныстыру, табыстыру, жолықтыру, кездесу кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сыйлық ұсыну жөнінен кеңес беру, бәрі жеңгенің қасиетті борышы. Мұнымен бітпейді. Ұрын барғанда да жеңге, қалыңдық әкелуге барғанда да жеңге, беташар кезінде де жеңге, барлық салт жоралғылардың басында жеңге жүреді. Ең ақыры жас жұбайлардың ақ төсегін салып, алғашқы неке түнін ақ тілекпен аттандыратын да жігіттің жеңгесі. Әрі қарай келінін қасына алып, тұрмыстың түйткілдерінде, қарым-қатынастың қалыптасуында, қысылғанда кеңес беріп қол ұшын созатын да осы кісілер. Мұның бәрі жеңгетайлық аталатын ғұрып аясына кіреді. Қазірде бұл қызметтің маңызының жойылғанына жеңгетайлықты жаман қылыққа балайтын түсінігіміз дәлел бола алады. Асылында жеңгетайлық жасау, оның жұбайы мен татулығы үшін күш салу теріс іс емес. Жоғарыда айтылғандардың барлығын есепке ала келе, жеңге қайнысымен сырласуға, жеке өміріне араласуға толықтай хақылы деуге негіз бар. Бірнеше таныстарымнан қайныңмен қалайсың деп сұрап та көрдім. Олардың жауаптарын әңгімеге тұздық ете кетейін. Мәселе, Әлия атты құрбым қайнысының өзінен жасының үлкен екендігін айта келе, онымен араларының нашар екенін бірге алға тартты. Келін болып түскен алғашқы кезден-ақ олардың жұлдыздары жараспаған. Ол күн өткен сайын өршіпті.
Тіпті қайнымен араласудың қажеті жоқ дегенді кесіп бір-ақ айтты. Бұл жеңге мен қайнының арасына араздық атты қамал берік орнапты. Ал отбасындағы 4 ұлдың үлкенінің жары болған Гүлжамалдың әңгімесін естіп қуанып қалдым. Өзінің айтуынша, осы кезге дейін ол қайныларының ешқайсысымен жүз шайысып ренжіспеген. Керісінше, үлкен қайнысы өз қолында тұрып, үй тіршілігіне көмектессе, жеңгесі оған қала тіршілігінде сабақ жөнінен қолынан келгенін аянбай, кей-кейде қыдырып қайтуға ағасынан рұқсат алып береді екен. Екінші қайнысының білімге құштар, талапты бала екенін аңғарған Гүлжамал оған үнемі қолдау көрсетіп жүреді екен. Екінші қайным нағыз шығармашылықтың адамы болды. Қазірден сондай. Мақтап қойсаң, қолтығына қанат бітіп, өзін жақсы сезініп қалады. Содан жаңа күш пайда болып, мақсатына жетуге ұмтылады. Жақын адамдарының қолдауы ол үшін маңызды. Кейін оған осы қасиетін түсінетін жар керек дейді ол. Ал ең кіші қайнысы оған қатты еркелейді екен. Осы кенже бала өзіме ерекше жақын. Ол қасымда болса, ішім пыспайды, өзінің жолы да жеңіл. Ол үйге келсе, онымен бірге бір жаслықта келеді деп ағынан жарылды. Бұл сөздері Гүлжамалдың қайнылерінің өміріне алаңдайтынын, олармен сырласып жақсы тани алғанының айғағы. Көпшілік қыз-жігіттер жеңгелерімен сырласуды, оның еркесі болуды қалайды. Алайда өздеріне келгенде, жеңгенің жүгі ауыр, міндетін өз мойындарына алғылары келмейді. Мәселен, қыздар болашаққа қайныммен қарым-қатынасым қандай болады деп ойланады деп ойлайсыз ба? Меніңше жоқ. Олар өз өмірінде күйеу мен ата-ененің орны қандай болу керектігін анықтап қояды. Ал қайны мен қайын сіңілі дегендер барғанда көре жататын қосалқы адамдар ғана. Тіпті жеңге болып үлгергендерді де бұл сұрақ аса мазалай бермейтін көрінеді. Одан да маңызды мәселелер жетеді дейді көпшілігі. Қадірлі қазақ әйелі, келін, жар, ана деген атқа ғана емес, жеңге деген атқа да лайық болуға талпынайықшы. Қайныңызға туыс қана емес, дос та бола біліңіз. Жырымызды айтамыз, сырымызды айтамыз, шағынғанда. Аунап-қонап қайтамыз, сағынғанда деп атыңызды әнге қосқанын сондай естисіз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.